Бүгін біз flipped learning немесе төңкерілген оқытуға арналған материалды дайындауды қарастырамыз. Төңкерілген оқыту ол дәстүрлі оқыту процесін қайта қарап, сабақтың негізгі бөлімін үйге тапсырма ретінде беру арқылы сыныптағы уақытты практикалық жұмыспен талқылауға арнайтын әдіс. Canvaның презентация жасау және жазу опциясы мұғалімдерге төңкерілген оқыту үшін бейне материалдарды дайындаудың оңай және тиімді жолы. Canva'да презентация үлгіні таңдаңыз немесе бос парақтан бастаңыз. Презентацияңызға қажетті слайдтар мен визуалдық элементтерді қосыңыз. Әрбір слайдта негізгі ұғымдар мен түсініктерді көрсететін мәтіндер мен суреттерді пайдаланыңыз. Презентацияңызды аяқтағаннан соң экранның жоғары оң жақ бұрышында презентация жасау батырмасын басамыз және бұл жерден презентация жасау және жазуды таңдаймыз. Келесі бізге жазу студиясына баруды көрсетеді. Камера мен микрофонды орнатуға уақыт бар сізде. Дайын болғанда жазуды бастауды басамыз. 3 секундтан кейін басталады. Слайдтарды ауыстырып, әр слайдта берілген ақпаратты баяндап шығыңыз. Бұл презентацияңызды динамикалық және қызықты етеді. Презентация кезінде паузаны басуға болады және презентацияны аяқтағаннан кейін жазуды аяқтауды басамыз. Енді Canva жүктеп салады бейнені. Оны сақтап және сақтай аласыз және жүктеп алуға болады. Сілтемені көшіріп, оны оқушыларға жіберуге болады. Презентацияңызды видео форматында экспорттаңыз. Бұл бейнені MP4 форматында жүктеп алып, оқушыларға Google Classroom, Microsoft Teams немесе басқа платформалар арқылы жібере аласыз. Оқушыларға сілтеме жіберіп, бейнені өз беттерінше көруге мүмкіндік беріңіз. Оқушылар сілтемені мекен-жай жолағына көшіріп, өстіп презентацияны ашқанда мына жерде бүкіл презентацияны бейне түрінде көреді. Және мына жерде төмен жақта нүктелер, ол бір слайдтан екінші слайдқа ауысқанды көрсетеді. Canva'ның презентация жасау және жазу опциясын пайдаланып, сіз кез келген презентацияны осылай бейне материалға ауыстыра аласыз. Canva'ның презентация жасау және жазу опциясы оқушыларға материалды жеке жеткізудің тиімді жолы. Canva'ның барлық мүмкіндіктерін пайдаланып, бейне презентацияларыңызды әсерлі және мазмұнды етіңіз. Бұл оқушылардың қызығушылығын арттырады және төңкерілген оқыту әдісін тиімді жүзеге асыруға көмектеседі.